Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, бізде Қазақстан тарихынан кезекті сабағымыз. Бүгін біз моңғол шапқыншылығын өтетін боламыз, яғни Шыңғысхан бастаған Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алуы. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші жалпы Шыңғысхан деген кім? Бізде негіз Шыңғысханның шын есімі оқушылар Темуджин екен, иә. Ол бізде шамамен 1155 немесе кейбір деректерде 1162 жыл дүниеге келеді. Қият деген тайпадан Есугей батырдың отбасында. Сөйтіп Темучин 10 жасқа келген кезде оның әкесі сол Монғолия жеріндегі татарлармен соғысып, Темучин 10 жасқа кеткен кезде қайтыс болады. Сөйтіп бізде Темучин ерте жетім қалады екен. Әкесі қайтыс болғаннан кейін оның ер мінезі қалыптаса бастайды. Сөйтіп кіші кезінен бастап оның мындай жаулап алушылық, соғысқа деген қабілеті өсе бастайды. Уақыт өте келе ол өзінің әскерін жасақтап, 1203-1204 жылдары оқушылар сол Монғолия жерінде өмір сүрген наймандар, керейіттер, жалайырлар және меркіттер деген секілді тайпаларды толығымен жаулап алып, бір орталыққа бағынатын мемлекет құрады. Ол мемлекеттің атауы Моңғол империясы. Кейін 1206 жылы бүкіл Моңғолды құрылтай өтеді. Ол құрылтайға наймандар, керейіттер, жалайырлар, моңғолдардың, татарлардың, барлықтардың ақсүйектері қатысып, бір ауыздан Темучинді ұлы хан етіп сайлайды екен. Осылайша бізде Моңғол империясы қай жылы құрылды деген кезде біз оқушылар 1206 дейміз. Оның және Керулен деген өзеннің сағасында бізде осы құрылтай өтіледі екен. Дәл сол құрылтайда Шыңғысхан, енді уже Шыңғысхан болды, ол уже ұлы хан болды. Бұған дейін жай ғана Темучин болды. Шыңғысхан болып хан атанғаннан кейін оқушылар ол сол құрылтайда өзінің заңдар жинағын шығарады. Яса немесе жасақ деп аталады. Ол заңдар жинағы негізі екі бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімі оның қара сөздері, нақыл сөздері, ақыл кеңестері, және де екінші бөлімі бұл сол мемлекетке қатысты азаматтық құқық ережелері екен. Былайша айтқанда заңдар. Келесі жалпы Шыңғысханның мемлекеті оқушылар бізде үш қанатқа бөлінген екен. Оң қанат, сол қанат және орталық деп. Сонымен қатар осы әрбір қанат бірнеше түмендерден тұрған екен. Түмен дегеніміз оқушылар бұл 10.000 әскер деген сөз. Әрбір қанатта бірнеше түмен болды. Соның өзінде түмендердің өзі, бір түменде 10.000 әскер ғой. Соның өзі 10-ға бөлінді, яғни мыңдықтарға. Мыңдықтардың өзі жүздіктерге бөлінді, яғни 10 жүздікке, ал жүздіктер ондықтарға, яғни 10 ондықтарға бөлінген екен. Осылайша Шыңғысхан өзінің әскерін дұрыс жасақтай біліп, барлығына теңге қылып бөліп берген болатын жерлерге, әскерлерін. Шыңғысханның империясына қатысты мынандай деректерлер бар. Оқушылар жалпы сол заманға сай Шыңғысханда қабырға бұзатын, от лақтырғыш қарулар болған екен. Катапульта дейді ғой, киноларда көрген шығарсыздар, Оны Шыңғысхан қаяқтан алды? Оны бізде 1211-1215 жылдары солтүстік Қытайға жорық жасайды Шыңғысхан. Сол жорықтың барысында Қытайдың сол кездегі алып техникалары заманауи соларды өздеріне иемденіп алады екен. Мемлекеттің орталығы Қарақорым қаласы болды. Бұл мемлекетке қатысы тағы бір дерек, ешқандай мемлекетте бұған дейін болмаған бекеттер жүйесі болған екен. Бұл не? Жалпы бізде Шыңғысханның империясы енді үлкен болды. Ол не істеді? Ол әрбір 1000 шақырым сайын бір бекеттер орналастырды. Ол бекеттерде бізде аттар орналасты. Кейін мынау Шыңғысханның заңдарын, оның ережелерін, оның айтқан сөздерін халыққа тез жеткізу үшін арнайы жасақ құрастырып, ол жасақтар жаңағы сол бекеттерге келіп атын тез ауыстырып, кез келген жерге тез бара алған екен. Осындай керемет мүмкіндіктер жасап берген болатын Шыңғысхан. Және де Шыңғысхан бізде жаулап алған жерлерінде ешқандай дінге қысымшылық жасамаған. Бұл өзінің саясаты арқылы Шыңғысхан барлық жаулап алған жерлерінде оқушылар билікті ұзақ уақыт бойы сақтай алған екен. Енді шапқыншылық қарсаңында Қазақстан аумағы бізде жалпы қазіргі Қазақстанның Жетісудан басқа толығымен территориясында алдыңғы сабақта өткен Қыпшақ хандығының территориясы болды. Яғни Дешті Қыпшақ аумағы болса, Жетісу жерінде біз айттық, Қарахандар мен Қарақытайларды басып алған наймандар келді. Найман ханы күштілік орналасты Жетісуда. Ал үлкен аумақта тек қана Хорезмді емес, сонымен қатар Амудария және Хорезм және Иран жерлерін қосып алған бұл үлкен алып Хорезм мемлекеті, және оның билеушісі Мұхаммед Хорезмшах отырған болатын. Сөйтіп, Мұхаммед Хорезмшах Қытайдағы Шыңғысханның жетістіктерін естиді екен. Айттық қой жаңа 1211-15 жылдары жорық жасады, олардың техникаларын иемденіп алды деп. Соны естіген Мұхаммед Хорезмшах Шыңғысханға елші алмасады. Екі мемлекет, Моңғол империясы мен Хорезм мемлекеті өзара
елшілік алмасып, Шыңғыс хан бір уақытта 1218 жылы, бұл датаны ұмытпаңыздар, Хорезм мемлекетіне нақты Отырар қаласына оқушылар 450 адамы бар 500 түйеден тұратын сауда керуенін жібереді, сауда жасау мақсатына. Бірақ ол кезде бізде Отырар қаласында Қайыр хан отырған болатын. Бірақ енді бізде Қайыр хан қазіргі дұрыс түсіну үшін былай айтайын, қазіргі әкім сияқты ғой. Бізде енді ол Отырар қаласы Хорезм мемлекетіне қарады, және де бүкіл Хорезм мемлекетінің бас билеушісі Мұхаммед Хорезмшах болса, Қайыр хан Отырардағы отырған билеуші Хорезмшахқа бағынған болатын. Сөйтіп Отырарға келген көпестерді Қайыр хан тыңшылар, яғни шпиондар деп айыптап, олардың барлығын өлтіруге бұйрық береді екен. Оны естіген Шыңғыс хан қатты ашуланып, Мұхаммед Хорезмшахқа айтады, Отырарды бермаған деп. Бірақ Хорезмшах оған келіспей бермей қояды. Жалпы бұл оқиға оқушылар тарихта бізде Отырар опаты деген атаумен тарихқа енеді екен. Бұл негізі Шыңғыс ханның Қазақстан жеріне, Орта Азия жеріне шапқыншылықтың бастауының басты сылтауы екен. Себебі емес оқушылар, сылтау. Өйткені Шыңғыс ханның негізде бастапқыда да оның арманы, оның мақсаты бүкіл Қазақстан мен жалпы Еуразия даласын басып алу. Ол оған сылтауын тапты. Бұл Отырар опаты болды. Енді ол өзін жорығын қалай бастады? 1218 жылы бірінші Баласағұн қаласын, яғни Жетісу жеріндегі наймандар отырған Жетісу жеріне алғашқы жорықтарын бастап, Баласағұн қаласын ешқандай қарсылықсыз алады. Яғни Баласағұн өзінің қақпасын өзі ашып береді екен. Оның себебі Шыңғыс ханның жасақтары келе жатқан дінге қысымшылық жасамаймыз деген ұранмен келген болатын. Ал Баласағұн тұрғындары барлығы дінге жақын болған. Сондықтан да Шыңғыс ханға өздері берілді. Сөйтіп бұл қала қайырымды қала деген атақ алған екен. Кейін Отырар қаласына жақындаған кезде Шыңғыс ханның жалпы 150 мың әскері болды. Сөйтіп ол мынандай шешім қабылдайды, бар күшін бөлуді бірнеше жерге. Сол Қайыр хан отырған Отырар қаласында Қайыр ханды жазалау үшін Шыңғыс хан өзінің екінші және үшінші баласын Шағатай мен Үгедейді қалдырады. Үлкен баласын Жошын Сырдарияның төменгі ағысындағы Сығанақ, Ашнаш, Жент деген секілді қалаларды басып алуға жібереді. Ал өзі кіші баласы Төлемен бірге оңтүстікке қарай Хорезмшахтардың астанасы болған Бұхара қаласына аттанады екен. Шағатай мен Үгедей Отырар қаласын 6 ай бойы қоршап, әрең дегенде басып алады. Ол Отырар қаласының қақпасының ашылу себебі Қайыр ханның бір қолбасшысы болған, соның сатқындығы кесірінен бізде Отырар қаласы ашылып, толығымен Отырар қаласын қиратып, Қайыр ханды өлтіреді. Ал Сырдария ағысының төменгі ағысына кеткен үлкен ұлы Жошы бізде Сығанақ қаласын 7 күн мен түнде басып алады, және де Ашнас қаласында, сол Сығанақтың маңында, қазір картадан көрсетемін, тоже қарсылық көрсеткен үшін толығымен жойып жібереді екен. Бірақ енді Сырдарияның төменгі ағысында орналасқан Жент қаласына Жошы бармай, жай ғана елшілігін аттандырып, өздеріңіз беріліңіздер деп айтып, Жент қаласы өзі беріледі екен. Өйткені көрді ғой, Сығанақтың, Ашнастың не болғанын, қарсылық көрсеткен үшін. Осылайша бізде оқушылар мынандай оңтүстік Қазақстандағы 3 қала, Отырар, Отырарды Шағатай мен Үгедей, Сығанақ, оны бізде Жошы и Ашнас, тоже Жошы талқандап кеткен болатын. Толығымен қиян-кескі қарсылық көрсеткен үшін қиратылған қалалар. Ал өздігімен берілген қалалар ол бізде екеу, Баласағұн, қайырымды қала деген атақ алады. Жент бізде ол өздігінен беріледі, Жошыға. Енді дальше бізде уже Шыңғыс хан кеткен Бұхара қаласын аттанымен, ол бізде Мұхаммедтің артынан. Сөйтіп Мұхаммед қашады. Қай жерге қашады? Ол Иран жермен ары қарай Кавказ арқылы қашып, тура батыс Дешті Қыпшақтан бірақ шығады. Сөйтіп Шыңғыс хан оның артынан жүгіріп, ақыр соңында сол батыс Дешті Қыпшақта Шыңғыс ханды бір сюрприз күтіп отырады. Ол жақта орыстармен бірлескен қыпшақтар моңғолдарға қарсы тұрып, бізде Калка өзенінің маңында орыс қыпшақ против моңғолдар кездесіп, бұл соғыстың нәтижесінде моңғолдар толығымен жеңіске жетеді. Енді жеңіске жеткеннен кейін Шыңғыс ханда мынандай бір выбор болды. Біріншісі ары қарата Европа жаққа, яғни батыс елдеріне жорығын жалғастыру, немесе шығысқа қарай өзінің күшін біріктіру. Ол шығысқа қарай еніп, қайттан артқа қарай, уже шығыс Дешті Қыпшаққа кіріп, сол жақта күшін біріктіруді шешімін қабылдап, жалпы 1219-1224 жылы оқушылар Шыңғыс хан толығымен 5 жылдың ішінде Қазақстан мен Орталық Азияны толығымен басып алады екен. 1224 жылдан бастап Шыңғыс ханның территориясы барлық Моңғол империясының шығысында Амурдан бастап, батысында Амударияға дейін созылған екен. 1227 жылы ол қайтыс болады, бірақ ол қайтыс болғаннан кейін оның барлық жолын оның балалары
яғни жалғастыратын болады екен. Шыңғыс хан өзінің барлық ұрпақтарына, негізгі үлкен 4 баласына өзінің барлық жаулап алған жерлерін бөліп береді. Олар бізде осылар ұлыстар деп аталады. Бізде Шыңғыс ханның білу керек 4 ұлы бар. Үлкені Жошы. Жошыға бізде беріледі Ертістен бастап Еділге дейінгі аумақ, және де Сырдарияның төменгі ағысы мен Амударияның төменгі ағысы. Былайша айтқанда толығымен Қазақстанның территориясы тек қана Жетісу кірмейді. Ал екінші ұлы Шағатайға Жетісу жері, яғни оңтүстік шығыс Қазақстан және оңтүстік Қазақстан, ол Мауреннахр жері, толығымен орталық Азия Шағатайға беріледі екен. Келесі Үгедей ұлысы үшінші баласына Шыңғыс хан Қазақстанның шығыс бөлігі немесе Алтай Тарбағатай жері, немесе Жетісудың солтүстік шығыс бөлігі дейміз, және де Батыс Моңғолия берілсе, өзінің 4-ші ұлы Төлеге Моңғолия әрі Қытайдың солтүстік бөлігін берген екен. Сөйтіп бізде мынау Қазақстан аумағында бізде Шыңғыс ханның 3 ұлының ұлыстары түйіскен екен. Жошының, Шағатайдың және Үгедейдің. Бұл ұлыстардың түйіскен жері оқушылар Жетісу аймағы. Енді осының барлығын картамен көрсете кетейін оқушылар. Мынау картаға қарайтын болсақ, мына жерде кішігірім жерде бұл Қият тайпасының территориясы, Шыңғыс хан туылған жер. Ал мынау уже розовый түспен бізде Найман, Жалайыр, Керейттерді басып алғаннан кейін 1206 жылы өзінің мемлекетін жариялағаннан кейінгі территориясы. 1211-15 жылы міне Пекин Қытайға, солтүстік Қытайға жасаған жорығы нәтижесінде біз жаңа қаруларды, от лақтырғыш катапульта қаруларын иемденіп алып дедік. Мына жерде Ыстықкөлдің маңында 1218 жылы бізде Баласағұн қаласын басып алады. Мына жерде мінекей Отырар қаласын Шағатай мен Үгедей басып алады. Сығанақ қаласын Жошы, Ашнасында Сығанақтың жанында тура Жошы басып алады. Жент қаласы Жошыға өздігінен беріледі екен. Ал мына жерде мінекей Бұхараға аттанған Шыңғыс хан мінекей Иран, мына жер Иран жері, мына жер Кавказия, Каспийдің батыс бөлігі Кавказ жері арқылы мына жерден батыс дешті қыпшақтан бірақ шығады. Батыс дешті қыпшақ дегеніміз Еділден Дунайға дейінгі территория. Осы жерде Калка өзенінің маңында соғысып, моңғолдар жеңіске жетіп, уже күш біріктіру мақсатында қайтадан Қазақстан жеріне шығыс дешті қыпшақ, яғни Қазақстан территориясына келеді екен. Сөйтіп балаларына бөліп берген жерлері мінекей оқушылар Жошыға Ертістен бастап Еділге дейін, мынау Сырдария мен Амударияның төменгі ағыстары беріледі. Шағатайға мынау Жетісу, Мауреннахр, орталық Азия беріледі. Ал Үгедейге мынау Ертістен шығысқа қарай, яғни Қазақстанның шығысы және де Батыс Моңғолия берілсе, Төлеге бұл Моңғолия мен Қытай жері беріледі екен. Ал оқушылар, бүгінгі сабақты мен Жорж Вашингтонның мынандай бір керемет сөзімен аяқтағым келіп отыр. Білім ешкім тартып ала алмайтын құндылық. Яғни егер мысалы сіз бай болсаңыз, сіздің ақшаңызды кез келген уақытта біреу алып қоюы мүмкін. Ал басыңыздағы біліміңізді ешкім тартып ала алмайды. Сондықтан да ақша емес оқушылар, білім жинаңыздар. Келесі сабақ кездескенше сау болыңыздар.